өткізбейтін бостан босқа уақытын, керек емес әйел асыл жақұтың, нағыз бақыт отбасың мен жылыяң, жоғалмасын әйелдің сол бақыты. Аман болса балашаға жанында, керек емес анаға артық бағыңда, нағыз бақыт сәбилердің күлкісі, керек емес онсыз алтын тағыңда. Шәкірттері бағаласа баптауын, керек емес ұстазға артық мақтауың, нағыз бақыт еңбегінің еш кетпей, шәкіртінің үміт сенім ақтауы. Үш бақыт та жанымыздан қалмасын, жүзімізді ешқашан мұң шалмасын, әріптестер қиыны мол қызметте, шарықтасын, қанатымыз талмасын. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Елтаева Жазира Пернебекқызы, Түркістан облысы, Арыс қаласы, номері 11-ші Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, үздік педагог байқауының қатысушысы ретінде өзімнің озат тәжірибеммен бөліскелі отырмын. Озат тәжірибе дегеннің өзі мұғалімнің міндетті түрде керемет бір жаңалық ашуы ғана емес, бұрыннан бар әдістердің тиімдісін өз шеберлігіне байланысты түрлендіріп қолдану. Басты құндылық білім алушылардың білім мен тәрбиесіндегі нәтижеде. Алдымен 25 жылдық еңбек өтілімде өз пәнімнен сабақ берудегі ең өзекті 3 мәселеге тоқталайын. Менің педагог ретінде білім алушыларға қоятын 3 талабым да осылар. Ұлы Абайдың сөзімен айтқанда, біріншіден, атымды адам қойған соң қайтып надан болайын. Тәрбие үнемі бірінші орында болу керек. Екіншіден, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Пәнге деген қызығушылығын арттыру. Үшіншіден, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Білім деңгейін шығармашылық деңгейге көтеру. Енді осы мәселелерді қалай шешуге болады? Мұғалімнің ең бірінші міндеті білім алушылардың тәрбиесі мен тәртібін қалыптастыру. Әл-Фараби бабамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы. Алдыңыздағы 25 баланың барлығын бірдей жақсы көріңіз. Оларға мейіріммен қараңыз, шынайы сенім білдіріп, мүмкіндік беріңіз. Әр бала мақтауға лайық. Тіпті ата-анадан алмаған мейірім шуағын сізден алсын. Сөзіме сеніңіз, осылай болғанда ғана шәкірт жүрегінен мәңгіге орын аласыз. Тағы да Абайға жүгінсек, баланы ең әуелі мейірім шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы дейді. Ал пәнге деген қызығушылық болмаса, баланы сабаққа тарта алмайсыз. Заман ағымына сай сабақта түрлі бренд әдістерді көбірек қолданыңыз. Олар Kahoot, Plickers, Padlet тақтасы, Quiz тағы басқа ойын түріндегі білім сайыстары. Бұлар үй тапсырмасы мен жаңа сабақты бекіту кезінде таптырмас әдістер. Оқушыңызды сабаққа қызықтырдыңыз. Енді әрі қарай білім деңгейін зерттеушілік, шығармашылық деңгейге дейін көтеріңіз. Мен әр сабағымда Оразақынованың сатылай кешенді талдау әдісін міндетті түрде қолданамын. Оқушының толық талдаған жұмысы өзінше бір зерттеу, іздену жұмысына жатады. Өзім шығармашылыққа, ақындыққа жақын болғандықтан шәкірттерімді де осы жолға баулып отырамын. Нәтиже олардың білім сапаларынан, сайысқа қатысу көрсеткіштерінен көрініп тұр. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.